Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бірақ жұмыртқамен дайындалатын, ешқандай таразының көмегінсіз ақ дайындайтын кекстің жасалу жолын көрсетемін. Өте дәмді болады, сондықтан жасауға кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны шағып аламыз да, үстіне бір кесемен қант салуымыз қажет. Осы процесте кішкене көбірек күш жұмсап ағартып алғанымыз жақсы болады, себебі жақсы көтеріліп пісу үшін бұл процесс маңызды. Енді оның үстінен сол қант салған ыдыспен өлшеп сұйық майымызды құямыз. Кішкене толтырмай құя берсек те болады. Барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз да, сол ыдыспен тағы сүтімізді құйып аламыз. Сүттің жылулығы, температурасы маңызды емес. Құйып жақсылап араластырып аламыз. Енді біз жаңағы кесемен 2 кесе өлшеп ұнымызды саламыз. Барлығын салуға асықпаңыздар. Бірінші бір кесені салып, үстінен қопсытқышымызды салып, венчикпен біркелкі болғанша араластырып алуымыз қажет. Ал енді ұнымыздың екінші бөлігін салып, тағы да венчикпен араластырамыз. Ұнымызды ситадан өткізіп қоссақ та болады. Барлығын араластырып болған соң, бізде әдемі сондай кекстің тестасы дайын болады осындай. Оны біз формаларға салып аламыз. 2 қасықтан салсақ жетеді. Көтеріліп піскенмен өте әдемі кекстер болады. Үйде осыны балаларыңызға жасап берсеңіздер, өте қуанымды болады. Сондықтан жасауға кеңес беремін. Жасап жатсаңыздар аз болсын, арнама тіркеліп лайк басып қойған үшін ұмытпаңыздар.